ертеде Мадан деген хан болыпты. Оның ақылы, тапқырлығы өзінің заманындағы көп хандардан артық екен. Ханның 40 уәзірі бар екен. Бір күні хан уәзірлерімен мәжілістес болып отырып: «Уәзірлерім, сендер 40-ңда асып туған ақылды, данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, құстың жаманын және шөптің жаманын тауып әкеліңдер. 11 ай уақыт беремін. Сол 11 айдың ішіне тауып әкелмесеңдер, жазалы боласыңдар», депті. Хан бұйырған соң амал жоқ, уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртады, мал жемейді екен. «Шөптің жаманы осы ғой», деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз. «Құстың жаманы осы екен», деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, ұсқынсыз бір адам 5-10 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер таңырқап: «Адамның жаманы сірә осы болар-ау», деп тұрғанда әлгі адам: «Уа мырзалар, неге таңырқайсыңдар?» депті. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, енді адамның жаманын таба алмай, ол адамның ұсқынын көріп таңданып, «Адам жаманы осы болар», деп таңырқап тұрғандарын айтыпты. Жаман тұрып: «Болды, адамның жаманы керек болса, мен боламын. Ханға мен алып барсаңыз, сіздердің жұмысыңыз бітеді», дейді. Уәзірлер: «Олай болса жарайды», деп жаманды аттың артына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып, жаман: «Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің, құстың жаманын таба алмаған екенсіздер. Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан еді», деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырады. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді, ол хан алдында айтам деп сөйлемеді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамның ұсқынына қарап: «Әкелген адамың жарайды, мұнан жаман кісі дүниеде жоқ шығар. Қазір аспазшыға апарыңдар, көжемен нан берсін, сыйласын, ертең ортаға алып тамаша етеміз», деп жаманды ас үйге жіберді. «Бірақ құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгеледі. Осыны көре, бұларды әкелулерінің не мәнісі бар еді?» деп хан уәзірлеріне қатулана бастады. Сонда уәзірлер: «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды», деп жауап берді. Хан аз кідіріп: «Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білді? Алып кел сұралық», деп бұйрық етті. Жаманды ханға алып келді. Хан жаманның бетіне қарап: «Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің?» деді. «Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірімде отын су тасып, еткенім кісінің құлшылығы болды. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңге дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын ретінде пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам, отқа жанбайтын еді. Үрсем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап, үйдің ішін алып кететін. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, мал жаманы сиыр екеш, сиыр да мұнын шүйіріп жемейтін. Сонан соң қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім», деді жаман. «Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің?» деді хан. «Қырғауылдың жүні жоқ болса да қанаты бар, адамның пайдасына жарайтын адал құс еді. Біреудің сиықсыз болуы Тәңірдің ісі. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы, ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған.
екеуі бірігіп қонбаған адам пайдасын аспайтын арам құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Қош, сауысқанмен қара оғаның жамандығын білдің, енді өзіңнен жамандығыңды қайдан білдің, деді хан. Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып бала көрді, келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артынан мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба? Деп Жаман ханға қарады. Хан басын шайқап, апыр-ай, сен жаман болсаң жарар еді. Құстың, шөптің, өзіңнің жамандығыңа дәлел айттың, жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бересің бе, деді. Жақсы, сынап берейін. Тұлпарды алып келген соң, Жаман тұлпардың алды-артына қарап, тұлпарыңыздың сипатына мін таба алмадым, енді мініп қарар едім, деп ханнан рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрі-бері өтті де қайтып келіп, тақсыр, тұлпарыңыздан басқа мін таба алмадым, тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен, деді. Хан таңданып, апыр-ай, залым, оны қайдан білдің? Айтқаның рас, менің Ақшахан деген құдам бар еді, соның тұлпар табатын бір буаз биесін қалап алдырған едім. Бие күні жетіп, қолымды туа алмай өлер болған соң, бие өлсе құлын қалсын деп, биенің ішін жарып, қолымды алғанмын. Сол құлын осы еді. Әбден отығып кеткенше сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің, деді хан. Тұлпардың одан басқа мінін таба алмадым. Бірақ тұлпардың судан әрі-бері өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиырды күніне 40 суарсам да, судан айдағанда аузын суға салмай, артқы аяғын сілкпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім, деді. Отырған жұрт таңғалып бір-біріне қарасты. Хан біраз ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар, сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап, деп қазынасындағы тасты алдырып берді. Жаман тасты қолына алып салмақтап, шайқап қарап отырды да, сіздің тасыңыз рас қасиетті тас екен, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тасыңыз көзіккен екен. Адам тілі тас жарар, тас жармаса бас жарар деген. Тастың ішінде көз түйіп түскен 2 қара бас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сыртындай ғана қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды, деді. Бірсыпыра жұрт не дерін білмей, бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса тасты жаралық десті. Бірсыпырасы, Жаманның сөзіне болады, тастан айырылмайық десті. Ақырында тасты жармақшы болды. Тасты жарып қараса, ішін 2 қара бас ақ құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің, деді хан. Тастың өз қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілдеген екен, құрт бар екенін содан білдім, деп Жаман жауап берді. Апырым-ай, сен жаман болмадың ғой, тіпті бір данышпан болып жүрме. Ал сен менің өзімді сынашы. Мен неше атамнан бері хан екенмін, деді хан. Жаман, жақсы, деп тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп, ханның бетіне тіке қарап тұрып, жоқ, тақсыр, сіздің басыңыздан басқа теңіңіз де хандық жоқ екен. Хандық қара басыңда екен. Қарадан туып хан болғансың, атаңда хандық жоқ екен, деді. Жаманның сөзін бітірмей, хан оның сөзін бөліп, жоқ, қате айтасың. Мен 7 атамдан бері ханмын. Өзімді қойғанда да 6 атамды қайда жібердің, деп Жаманға жекірді. Жаман саспады. Жоқ, тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа теңіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, деді. Хан не дерін білмей халыққа қарап, апырым-ау, мына Жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүр едім. Шақырыңдар анамды, деді. Ақыретке біреудің қанын жүктеп барып, Тәңір алдында қара бет болмасын, не де болса шынын айтсын, әйтпесе ашумен мына Жаманның басын кесермін, деді. Шешесі келген соң хан шешесіне Жаманның сөзін айтты. Шешесі терең күрсініп сөзге кірісті. Шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді. Оны Тәңіріңнің өзі ғана білетін еді. Мен білетін едім. Мынау Жаманың біліпті. Енді айтайын. Атаң сенің зәрлі хан еді.
Менен бұрын 19 әйел алып кілең қыз тапқан үшін бәрін де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшін де Зәрліхан деп халықта ат қойып еді. 20-шы әйелге мені алды. Мен де 2 қабат болған соң жалғыз жанымнан қорқып тәуіптерге қаралып едім. Сенің ішіңдегі қыз деді. Қыз тапса мені де өлтіреді ғой деп көп қайғы жедім. Сол күндерде бас аспазшы Наубайдың әйелі 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қаратып едім. Мұның ішіндегі ұл деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді. Әйелдің оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақыреттік дос болайық. Ұл тапсаң, ұлыңды маған бер, менің қызымды ал, бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде Зәрліхан аңда еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, 1 сағатта босандық. Сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолмен қызымды беріп, оң қолмен сені алған едім, шырағым. Енді бұл күнде мына жаманның соны біліпті. Сыр ашылуға Тәңірі жазса, не шарам бар, деп сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жіберді. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз деп, хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. Жаман, жоқ, тақсыр. Кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына салып келген жаман едім. Бүгін таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға өзіңіз отырыңыз деп болмайды. Хан таққа отырып, апырмай-ай, тақсыр, менің Наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз? дейді. Сонда Жаман, мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы, жал мен жай аузыңызға түспей, нан, көже түсіп, келісімен аспазшыға жібердіңіз, салтыңызға тарттыңыз. Сіздің аталы хан емес екеніңізді содан байқадым деді. Жиылған жұрт таң қалды. Сол күйінше хан тағы да хандық құрды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. Содан былай қарай 40 уәзір елеусіз боп шетте қалды.